Assalamu alaikum. Ауыл қожалығы өнімдерін сақлау, дәрілік өсімдіктерді жетістіру һәм қайта өсіру технологиясы кафедра арасында алып келген ислам тарихат бағыттарына алып келген рефрактометр үскенесі жәрдемінде өнімдердің құрамындағы қанық дәрежесін анықтау бойынша көрсетіп өтеміз. Мұнда рефрактометр үскенесін тәсілеп біз бұны пайдалану қалатына келтіріп аламыз. Бұны тәсілеп бұл жақтыландырғыш әмде бұл жерде біз үскенемізді әлбетте дистилленген сумен тазалап алуымыз керек. Кейін бұны дистилленген сумен тазалап алынғаннан кейін дистилленген суды қойып, бұны жауамыз, әмде бұған жақтылықты келтіреміз. Бұнда жақтылықты түстіру керек. Нәтижеде бұндағы не көріп тұрғаныңыздай шкала, крест шкаласы дистилленген су құйылғаннан кейін біз нөлге қойғанда бұл бұндай тең жартысынан бөлініп тұру керек. Азыр біздің немізде көріп тұрғанымыздай бұнда дистилленген су құйылып тазаланып, бұл нөл қалатына келтірді. Бұны жұмысқа таяр қалатында. Әмде бұны енді өнімдердің құрамындағы қанттық дәрежесін анықтауымыз үшін енді ыдыстан пайдаланған қалда бұған тамызамыз. Өнімізді тамызып алдық, әмде бұны жауып, оған жақтылықты келтіреміз. Оған жақтылық келу керек, әмде бұның F бұрағыш жәрдемінде бұны бұрап, бұның екі сызығының сондай ортадан келгенге ешкенге шкаланы әкелеміз. Әмде бұнда міне әзір бұнда ортадан келді. Демек, қазіргі құйған вареньеміздің қанттық дәрежесі 52% құрап тұрды. Бұны азыр көрсеңіз болады, көрінмесе, егерде бұнда көріп тұрғаныңыздай азыр бұл көрсеткіштер бұнда 85 көрсетіп тұрған болса, бұл жерде көрсеткішіміз 52-ні көрсетіп тұрды. Демек, бұнда 1x шкаласы қанттық дәрежесі 52 дегенді көрсетіп тұрды. Бұнда енді бұнда көру мүмкіндігі болмай тұрды. Әмде бұндағы крест шкаласы туры ортадан сызылып, келіп тұрды. Бұл лабораториялық методикалық көрсетпеміз жәрдемінде әр қандай рефрактометрден пайдаланатын темаларымызды біз бұл өнімдердің құрамындағы қанттық дәрежесін осы рефрактометр жәрдемінде анықтау мүмкіндігіне ие боламыз. Бұл жерден көріп тұрғаныңыздай көрсетсеңіз болады, келіп көрсеттім, температураны көрсетіп тұрдым, температураны көрсетіп тұрды. Әлбетте бұны біз жұмыс басыламастан алдым, бұны жұмыс істеу тәртібіне келтіріп алуымыз керек. Көріп тұрғаныңыздай бұл аспап жәрдемінде беймәлі өнімнің құрамындағы қанттық дәрежесін анықтау мүмкіндігіне ие боламыз.